Сәлем достар, бүгін павлова жасаймыз. Дәмі өте керемет, жұмсақ, хрустящий болып шығады. Ең алдымен ортасында начинкасын дайындаймыз. Бізде начинка шабдалыдан болады. Жұмыртқан сарыларына шекерімізді салып, суымызды құямыз. Крахмал салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болған соң блендерден өткізілген шабдалыны қосып, баяу отқа қойып, қою болғанша араластырамыз. Осылай қоюланғанша араластырып болған соң, үстінен сары майымызды салып, тағы да бір араластырамыз. Енді дайын болған начинкамызды осы ситодан өткіземіз, түйіршіктері қалмас үшін. Дайын болған начинкамызды басқа тіске қойып, үстінен пищевой пленкамен орап, холодильникке салып қоямыз. Осындай қою әдемі болып шығады. Енді меренгамызды жасаймыз. Ақуызымызға яблочный уксустан бір қасық салып, жақсылап миксерлейміз. Ағарғанша, ағарған соң үстінен шекерді азғантайдан салып, қою болғанша араластырамыз. Осылай қою болу керек, өзінің формасын ұстайтындай. Үстінен крахмалымызды салып, лопатканың көмегімен араластырамыз. Дайын болған меренгамызды кондитерский мешокқа салып, формаға келтіреміз. Қызып тұрған духовкада 110 градуста 1 сағаттай пісіріп аламыз. Меренгамыздың сырты қытырлақ, әдемі болып шығады. Дайын болған павлова десертімізге жаңағы дайындалған начинкамызды салып шығамыз. Начинкамызды салып болған соң крем-чизбен әрлейтін боламыз. Павлова десертіміздің үстін қалауыңызша әсемдесеңіздер болады. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Ас болсын.